уақытында да осы әнде айтылғандай қиналған кезде ерік жігерімізді қайрап ынта ықыласымызды арттыратын, демеу болатын, қуанышымызды бөлісетін достар. Міне сондай адал дос әрдайым қасымыздан табылсын, жақсы достар, достыққа берік жандар көп болсын деп тілейміз. Түскі шай көңіл ашар бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқында, микрофон алдында Ғали Есқұлова, армысыздар. Бұл әннің өлеңін жазған, көзін жұмып сурет салу арқылы әлемдегі таң ғажайып адамдардың ондығына кірген дара суретші, таң ғажайып адам, Гиннестің рекордтар кітабына енген рекордсмен, халықаралық байқаулардың лауреаты Ринат Елубаев. Ринат бүгін түскі шайда қонақта. Сондықтан сауалдарыңыз болса, жеткізер жылы лебіздеріңіз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 87-755-33-55. Ринат, қара шаңыраққа қош келдің. Сәлеметсіздер ме? Көңілге денсаулық. Жақсы, енді бүгін жаңа жыл қарсаңында бәрімізде сол мынау балалық сезім ғой, енді бұл балалық кезден қалыптасқан сондай бір көңіл күйіміз жоғары. Жаңа жылда енді әлде бір сыйлық күтіп, бір тосын сый бола ма? бір жаңалық бірдеңе болатын сияқты бір қуанып жүретін уақыт қой. Жақсы, ол сөйлеген сөз, әр адамның шыққан аузынан сөзі дұға, тілек қой. Сондықтан жаңа жылда тілек тілеп, дұға жасап отырған кезде әрине ол қабыл болады. Бірақ бізде бір енді арақты қолына ұстап тілек тілемесе жақсы ғой енді. Бірақ одан да кеттік қой енді, Аллаға шүкір. Қазір ондай қоғамымыз өзгеріп, жаққа бұрылып жатыр ғой. Қазір үстелде жаңағыдай арақ тұрса, керісінше біз ол үстелден кетіп қалуға тырысамыз. Жалпы қоғамның көзқарасы соған өзгеріп жатыр. Сондықтан тек қана жақсы тілектерді қай уақытта да тілесе де жақсы ғой. Сол енді мына жаңа жылда да тілейміз, жаңа жылдан кейін де тілейміз, қазір де тілейміз. Тілек деген жақсы, сондықтан күн сайын тілеп жүреміз. Ескі жыл енді кетіп бара жатқан жыл сен үшін жаман жыл болған жоқ, иә? Жақында ғана осы Ресей Федерациясы Омбы қаласының ең атақты, ең жоғары атағы деп айтайық. Дұрыс шығар солай айтсам. Сергей Манякин атындағы медальмен марапатталдың. Енді өзіңді құттықтаймыз, қара шаңырақтың ұжымының атынан. Осы жайында айтып өтші. Бұл жерде Омбы қаласына барып, жақсылап, сол жерде мені қарсы алды. Омбы қаласында бұл жерде мен екінші рет баруым. Алдында бір көрме жасап барып келгем. Осы жолы фото көрмемді қойып, және де кішкене сахнада бір өзімнің мастер-классым дейді ғой, мастер шеберлік деген соны көрсетіп, өзімше бір өзімнің жаңағыдай Омбы қаласының тұрғындарына бір сыйлық жасағым келді солай. Оларда мені жақсы қарсы алып, өздерінің бір ыстық ықыласын білдірді. Алтынай деген тәтеміз бар. Сонда бүкіл қазақтың басын қосып бір жерге ұйытып отырған кісі Алтынай Жүнісова деген. Енді сол кісіге мың алғыс, рахмет айтам. Сол кісі енді көп еңбегі сіңді қазақтың мәдениетін сол Ресей елінде, Омбыда дамытуға. Әрине, менің ойымша ол кісіге жаңағыдай мәдениет қайраткер деген ба, сондай атаққа лайық кісі. Әрине әзірге оны алған жоқ, бірақ мен үмітім бар, алады деген. Ондай адамдарды қолдап отыру керек. Өйткені біздің мәдениетімізді тек қана өзіміздің қазақтар қолдайды ғой, көтереді. Сондықтан сол жерде бүкіл қазақ болмысын жаңағы беті болып соны көрсетіп отырған кісі сол кісі да. Сол жерде ол кісі болмаса білмеймін енді кім бар. Болады ғой, әрине болады, бірақ та енді ана жерде ер жігітке жан ашитын енді әйел адам болса да ер жігітке бергісіз сондай бір ерекше кісі. Әрине бізге сол Омбыдағы біздің қазағымызға қолдау керек деген сияқты ойлар болып отыр. Өйткені неге оларға қолдау деген не? Жаңағыда көрме жасап, барып келсең де оларға жақсы да, өйткені өзіміздің Қазақстаннан араласып, құраласып, жаңағыдай ол жақтағы қазақтарды ұмытып кетпегенімізді дәлелдеп, сөйтіп бір қатынас жасап отырамыз да, ол да жақсы өте. Сурет салуды дәл өзің сияқты сурет салғым келеді деп талаптанып жүрген бар ма жастар? Оларға бір
көмегіңді тигізіп жатырсың ба? Негізі көбінесе мен оқимын, маған жазып атады жас балалар. Аға, сіз сияқты суретші болғымыз келеді деп көп жазып атқандар. Енді көбіне жауап бере алмаймын, әрине. Сондықтан қуанам, әрине. Ринат аға, сіздің жаңағы жанкүйеріміз, сіз сияқты суретші болғымыз келеді деп сөйтіп өзіміздің қазақтың балалары сөйтіп жазып. Жастар енді солай суретке қызығады деп ойлаймын енді, өйткені бұл әдемілік қой, сұлулық. Оларға не айтайын, мен қазірге ойламаппын, тағы не айтуға болатын. Енді талпынсын, еңбектенсін деймін, енді өзінің өнерін шыңдай берсін, бір уақыт келген кезде, енді ең бастысы суретші болам деп сол мақсаттан таймай алға жүре берсін. Түбінде бір жетістікке жетеді сол кезде. Жақсы, рахмет. Қазір телебайланыста сауал жолдаймын деген тыңдаушымыз біраз күтіп қалған секілді. Қабылдайық, амансыз ба? Алло, саламатсыз ба? Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Ринат айналайын. Мына жаңа тыңдап жатырмын. Мына жұмыстарыңа сәттілік, Қалия. Мына ылғи осындай жастар келіп жатыр, мен ылғи тыңдап отырам. Біздің қазақтың арасында дарынды адамдар көп қой, негізінде мен айтар едім. Бір-екі сұрақ, әрі пікір бола ма, сұрақ бар ма, сұрақтарым да бар Ринатқа. Жаңағы өте қуаныштымын, айналайын. Мынау алған атақтарың одан да күшті болып, елің, халқың, жаңа өзің айтып жатсың ғой, қазақтың жоғары көтеруіміз керек қой деп. Құдай көтере берсін, мәңгілік елдің азаматы, осы Алаштың бір азаматы болып. Енді сенің сөйлеп жатқан мына бір жаңа жыл деген жұрттың бәрі қоймай жатыр. Мен айтар едім, күнтізбе ауысатын жаңағы бір жаңалық бүкіл жер шары нетеді ғой, жарайды, мереке болсын. Біздің мерекеміз ертең Наурыз ғой, Құдай қаласа аман есен сол Наурыз. Енді жыл басталады ғой енді. Иә, жыл басталады енді. Бұл да құтты болсын, ел бүкіл адамзат қабылдайды ғой. Бәрімізге жақсылық алып келсін. Менің айтайын деп отқанына Ринат сөйлеп жатыр, Құдайдың құдіретінен сөйлеп жатыр бала. Саған Құдай күшті қасиет берген, шырағым. Соны уақытында ашып, көзін ашып, мына шыққан биігің өте Құдайдың тапсырмасын толық орындап жатырсың деп ойлаймын. Енді тағы бір пікір, мына балалар хабарласады дейді, балалардың жақын жерде болатын болса, көрді, дарыны күшті болатын болса, алып жетектесең, жаңағы ертең өзің сауап, қазақтың керемет азаматтары ашыла береді да, осыны айтайын дедім. Енді мынау жаңағы алдыңда не болатын білмейсің дегеніңе мен қосыламын, өйткені сен бағана дұрыс айттың, мен бейтем десем теріс шығады деді. Неге біз күнде азаннан кешке дейін не істейтінімізді білмейміз. Құдай тағала біз үшін өзі жоспар жасап қойды, соны орындауымыз керек. Ал Құдай десек ол дұрыс шығады да, болмаса қателікке ұрынады екенбіз. Абай бабаң айтып кетті ғой, жаңағы бір күнде азаннан кешке дейін не істедің, өзіңе есеп бер, болмаса аптасына, болмаса айына дейді. Бұл деген сөз сол Құдайдың тапсырмасын орындау деген сөз. Енді бұл сұрақ болып кетеді, Құран кәрімді оқыдың ба, шырағым? Осы жұмысың алға бассын, мына Құранды оқып, дарынды азаматтардың жаңағы дарынын Құдай ашып, қазақ елі бақытты болайық, сендер сияқты жастар көп болсын, айналайын. Мәңгілік елдің жаңа азаматтары болайық. Құдай осы тілегімізді қабыл етсін. 20 керемет бір жаңағы ғалымдар көбейсін, жастарымыз кәсіп ашып, отанына адал қызмет етсін. Мен айтқаныңыз келсін, рахмет сізге көп. Рахмет. Өте керемет сұрақ қойды. Иә, жастарды тәрбиелеу деген ол енді былай бар ғой, енді былай балаларды үйретіп, көрсетіп, бағыт бағдар беріп жатқан еңбегім бар енді ақырындап. Бірақ та кәдімгідей жаппай өздері іздену керек дейсің ғой, иә? Ізденген адам іздегенін табады. Иә, әрине мен де өзімнің үлесімді қосам деп отырмын, бірақ оған маған әлі өзімнің, әр адамның өзінің жаңағыда ана кісі айтқандай миссиясы болады ғой. Иә. Сол менікі қазір басқа жол болып тұр негізі. Мына картиналар жазу, енді ана жаққа, мына жаққа жүгіре берсек, енді бір мақсатқа жете алмай қалады да адам. Сондықтан бір мақсатқа жетіп алған. Қазір өз мақсатымды жетіп алып, одан кейін шәкірт тәрбиелесем деген. Иә, ол екінші орында бар, әрине, ондай жоспарым бар. Енді жаңа картина жазу деп айтып жатырсың ғой, президент мұражайында жақында үлкен біздің мынау суретшілердің байқауы деп айтсақ болатын байқау өтті. Сол байқауда да Кейкі Батыр мен Құтылық Білге қалған картинасы сенде бірінші орын алды. Біз тағы да сені құттықтаймыз бұл жетістігіңмен. Енді соңғы кездері
осы тарихқа көбірек көңіл бөліп, картиналарыңда біздің тарих көрініс таба бастады. Бұған дейін енді картиналарың басым бөлігі өмір жайында. Импрессионистік бағыт болды. Бір сәт, бір әсер. Енді мұның себебі неде? Сосын осы картиналар жайында айтып өтсең? Жаңағы Кейкі Батырдың картинасы. Кейкі Батыр деген Кейкі атамызды кезінде мен бір Серік Тұрғынбек ағамызбен бірігіп ақылдасып отырып, соның бейнесін сомдағам. Ол кезде Кейкі Батырдың басы әлі келмеген бізге, Қазақстанға. Дегенмен де ондай қалай айтса екен, ол картинам әлі толық аяқталмай тұрған күйінде жоғалып кетті. Сондай бір тылсымдар болды, сондай, өйткені басы келмей тұрған кезде мүмкін аруағы әлі тыныштап, жаңағыдай өзінің бір қалай әлі мазасыз күйінде жүрген шығар, содан шығар деп ойлаймын да, бір сәтсіздікке ұшыраған. Енді кейінгісі сонда бұл картина басты алып келгеннен кейін, ол кісінің елге келгеннен кейін барып жаздың, кейін екінші жұмысым сол кейін. Өйткені біріншісі енді сәтсіз болып, соны жазған кезде де көп қиындықтар болып басында. Сондай бір сәттер болды енді, ол білмеймін енді. Бұл да бір тылсым, бұл тылсым бар, ол суретті өнерінде бір бұны жай ғана жай сурет сала салу деп қарай салуға болмайды. Бұл жерде бір ерекше бір тылсым бар, бұл айтылмаймын сөзбен, оны көбінесе суретшілер өздері білуі мүмкін. Сондықтан мына екінші жұмысымда енді жақсы өтті, сәтті өтті, өйткені оның жанын тыныштапты ғой енді. Құран оқылып, жаңағы басы жерге қойылғаннан кейін енді. Сондықтан бұл енді жақсы шықты деп ойлаймын. Сол картинам қазір енді Серік ағамыз кішкене көрген жоқ, кішкене ол кісімен қол тимей, қазір кішкене бір денсаулығын сыр бергеннен ба, қазір араласа алмай жатырмыз әзірге. Сол кісіні көрсетейін деген осы картинамды. Бұл картинаны енді жазып шықтым. Енді бұл кісінің нағыз батыр ғой, қазақтың жаңағыдай тарихына ерекше үлес қосып кетті, мынау еліміздің сақталып қалуына. Сондықтан осындай кісілерді ұлықтап көтеріп отыруымыз керек. Оны біз суретшілер енді сурет арқылы көрсетеміз. Және де мынау Құтлық Білге Қаған деген біздің 5-6 ғасырларда өмір сүрген кісі. Бұл кісі жаңағыдай Таң империясын құлатқан уақытын көрсеттім бұл картинада. Экранда көрініп тұрған шығар. Қазір осы орайда, Ринат, сөзіңді бөлсек, қазір егер YouTube каналынан сіздер бізді көріп отырсаңыздар, міне осы картиналар Ринаттың көрсетіліп жатыр. Сіздер егер көрмеге барып үлгермесеңіздер, көре алмасаңыздар, сіздер хабар біткеннен кейін де YouTube-тан осы түскі шай көңілашар бағдарламасы Ринат Елубаевпен деп терсеңіздер, осы бағдарламаны толығымен көре аласыздар. Әрине, сол екі картинам қазір мынау тарихи әскери мұражай бар ғой Қазақстан Республикасы. Вот сол жерде тұр, ілініп. Өйткені енді бұл екі жұмысым менің енді үлкен жұмыс болып есептеледі, енді 2-3 метр деген сияқты. Сондықтан бұлар енді үйде сақталуға да мүмкіндік болмайды, тек қана мұражайларда ғана тұратын жұмыстар. Әрине, бұл жұмыстар арқылы міне менің негізгі балалар тәрбиелеу деп отыр. Менің мақсатым балаларды көбінесе мынау, әрине мен жаңағыдай шыққан кезде көріп отырмын, мен жаңағыдай көрсетіп, осындай өнер көрсетіп, немесе мен бір нетіп атқан кезде Инстаграмға бір жерге салсам, балалар риза болып, Ринат аға сияқты боламын деген өзі де мен ойлаймын, оларға да тәрбие шығар деп ойлаймын. Және де екіншіден, мынау тарихи жұмыстар жазған кезде жастар тәрбиелеу ғой бұл. Өзіміздің жаңағы андайымызды қалыптастырамыз. Кезінде бәлен жыл сындырып құртқысы келген рухымызды, санамызды, ұлттық санамызды, соны қайтадан біз қолға алып жатырмыз ғой. Мынау картиналарды көріп, түркі қағанатының негізі қазақ. Соны ұмытпауымыз керек. Көбі ойлайды жаңағыда оғыздар деп жаңағыдай. Жоқ, ол нағыз түркілер. Ол біздің мынау бетіміз, кейбір қазақтар айтады, біз қазақ көк көз сары болғанбыз дейді. Мен келіспеймін олмен. Қазақ ешқашан көк көз сары болған жоқ мен біздің бойынша, өйткені мен көп зерттеулерді жүргізіп, көп деректерді қарасам, біздің қазіргі осы түріміз сол бұрынғы түркілердің түрі. Сондықтан негізі осы картиналарымда да осы қазақтың түрін салып жатырмын. Өйткені бұл біздің ешқашан сол өзгермеген түріміз деп есептеймін. Ол мүмкін емес, ол кезінде былай болып, қазір былай болып кеттік деген сияқты. Біз өзіміздің болмысымызды, бейнемізді бәрін сақтап қалдық. Мысалы, көне Қытайдың жазбалары бар, суреттері болады, кезінде императорлардың суретшілері салған. Сол жерде түркілерді салған кезде Қытайдың түрлерін салыпты.
енді азиат қой енді. Иә. Немесе жаңағы біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзінде бар ғой, Каспийдің жоғары неткен көтеріле бастаған кезде түркілерді көресіңдер, жаңағы көз сықси қазан бастап келген енді әрине. Сосын қандай көп қазір қай жерде айтайын, қазір тағы жер, мынау қыпшақтардың балбалтастардың бәрі біздің түріміз ғой. Күлтегінің басына қарап отырып кімді елестетесіз? Кәдімгі қазақтың түрін елестетесіз. Жаңағы біздің Сұлтан Бейбарыс туралы арабтардың жазған соның кісінің бейнесін көрсеткен кезде қазақтың бейнесін сомдап береді. Сондықтан жалпы біздің өзіміздің қазіргі осы түріміз, сол бұрынғы түркілердің түрі, соны мен жаңағы картинамда Құтлық білге қалғанда көрсеттім. Біз анда-мында еліктеп өзімізді кішкене басқа ұлтқа ұқсағымыз келіп, сондай бір жаман болып кеттік қой. Иә. Біз мына орысқа ұқсағанбыз, біз европейский ұқсағанбыз деп. Жоқ, біз өзімізден қаштық та әйтеуір. Бір әдемі қазақты көрсек айтамыз, мынау қазаққа ұқсамайды, мынау басқа ұлт шығар осы деп. Бір қорқынышты қазақты көрсек, мынау нағыз қазақ дейміз да. Ол не деген ұят қой. Сондай бір кішкене бізді былай ұлттық рухымыздың бір түскен уақыты болды. Әлсіреті болды. Біздің емес, ол сыртқы күштердің әсерінен. Бірақ қазір енді міне қолға алып, осылай ұлттық рухты қалыптастыру жолында енді еңбек етіп жатырмын. Оны былай да айтып та жүрмін бәріне. Сондықтан бұны біз өзіміздің түрімізден, өзіміздің жаңағы баяғы қорқып қалған, ұялып қалған тұстарымызды осы ұмытуымыз керек. Қайта өзіміздің осы мақтануымыз керек. Өйткені біздің түріміз түркі қағанатының түрі, ғұндардың түрі, сақтардың түрі. Кездегі мынау қазба жұмыстарынан табылған сақтардың бейнесі кім? Кәдімгі осы мынау біздің түріміз. Азиат, енді азиат болып саналамыз. Онан ұялып керек емес. Енді керек болса, мынау бізден шыққан жапондар, кәрістер бәрі бізден шыққан ғой. Біз олардың емес, олар бізден шыққан. Сондықтан ең түркілердің атасы, негізі ол қазақ деп есептемеймін, білем, 100%. Сенімдісің. Сенімдімін. Бұл жерден қазір тағы да бөле тұрайық әңгімемізді, өйткені бір емес екі бірдей тыңдаушымыз күтіп тұр екен. Саған сауал жолдаймын деп, мүмкін жауап лебіздері бар шығар. Қабылдайық, амансыз ба? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Амансыз ба? Алейкум салам. Қайырлы күн. Ринат бауырымызға тілегіміз бар еді. Айтып отырмыз, жаңа тыңдап отырмыз, радиодан өте жақсы, өте жұмсақ, сондай қарапайым сөйлеп отыр. Алла тағала тіл көзден сақтасын. Өнер жолында табыс тілейміз, биік шыңдардан көріне берсін. Өзі еліміздің дамуына үлкен үлес қосып жатқан жастар. Экономика мен даму бір бөлек, бұл өнер саласында елді таныту бір бөлек қой. Өнермен осы биік шыңдарға жеткізе берсін, еліміздің көк туын желбірете берсін. Осы әрқашан жолы ақ болсын, осындай жастар көп болса, еліміздің мәңгілік болып, бұдан да жақсы дамуына өте сенім мол. Осы Ринат бауырым осы бір-екі ауыз тілегімді айтайын дегем. Жолы ақ болсын әрқашанда. Алла тағала жар болсын. Рахмет, Қазақ радиосы. Әрқашанда Қазақ радиосын тыңдаймыз. Елімізге, жерімізге жанашыр радио. Осы сіздер аман болыңыздар. Творчествалық табыс. Рахмет. Аумин, рахмет сізге де, жаңа жылыңызбен келе жатқан жақсы тілектер айтылып жатыр. Негізінде бізде жаңа өздеріңізді Ринатты таныстырып жатырмыз. Гиннестің рекордтар кітабына енген рекордсмен деп, халықаралық байқаулардың лауреаты, таңғажайып адамдардың ондығына енген біздің мақтанышымыз, қазақтың азаматы. Біз жаңа бағдарламамызды Ринаттың өлеңіне жазылған әнмен бастадық. Ринаттың ақындығы да бар. Жалпы, Ринат, бірнеше өлеңдеріңе ән жазылды. Бала кезден енді өлең жазатыныңды жақсы білеміз. Суретшілердің ішінде де мықты ақындар бар негізі, иә? Мысалы, атақты Пикассоның өзі, өзің еліктейтін Сальвадор Далидің өзі, мысалы, Марк Шагалдардың барлығы мықты ақындар болған. Сенің бүгін жақында ғана есінде деген өлеңге ән жазылды. Қазір енді біз тұсауын кескелі отырмыз бұл әннің. Осы ән жайында айтып өтсең, әнін кім жазды, бұл ән кімге арналды,
бір әнмен әрлеп барып сосын сұхбат жалғастырсақ? Әрине. Жақында ғана мен бұны желілерге салдым, осы сондықтан жақында деп отырсыз. Бірақ та негізі бұның тарихы былай. Мен бұл ертеде жазған өлеңдерім. Бұл кезде мен неше 22-демін ба, сондай 23-те, сондай жастағы баламын енді ол кезде. 23-тен ба, есімде жоқ әйтеуір ол кезде әлі де мен жаңағыдай тұрмыс құрма, андай үйленбеген кезде. Не болды мен сөз. Кішкене бүгін қобалжып отырмын. Үйленбеген. Сөйтіп жүрген кезде Нұрғали Тұрлыбеков деген жігіт бар, әнші. Сол маған келіп сол кісі бірнеше ән жазып кетті, әндерге сөздер жазып берші деп сөйтіп келіп жүретін. Бар, ол кісіден де алам деген өлеңдерін әлі ала алмай тұрмын. Сосын Айдос Мақұлбеков деген бір керемет бір әнші бар, болашағы зор деп, сол кісіге рыбасын берейін, рыба деп аталады, жаңағыдай ля-ля-ля-ля-ля-ля деп буындар. Соған сөз жазсын деп. Содан кейін енді сондай бір махаббат сондай болсын деп, жаңа мен құр махаббат қызық емес, кішкене қоштасу сондай бір болсын деген сияқты сондай сезіммен өзім елестетіп отырып ажырасу, қоштасу дегендей сондай сәттерді қалай болады адам деп елестетіп отырып жазып бердім. Мен бір кешке отырдым да, есте жазып, ертеңгі күні апарып, ол келді, сол кезде бердім. Содан кейін шыққан ән ғой негізі. Негізі былай қарасам, қазір қарап отырмын, ешқандай өмірде жаңа махаббатқа деген сондай тәжірибесі жоқ бала болдық қой енді. Сондай өлең жазып. Неге қоштасу болды ол? Енді ол кезде мұндай мақсат болды ғой. Адамға адам қандай әндерді көбінесе қалайды. Бір қиналып жүрген кезде, мысалы, сондай кезде өзіне жанына медеу табатын бір көңілінен шығатын әндерді тыңдағысы келеді ғой адам. Сондай бір қиындық уақыт, қандай ажырасып жатқан кезде, қоштасып жатқан кезде қиындықтар туады ғой басына. Енді басыңнан сенің өткен жоқ, үйленген жоқсың, әлі ажырасқан жоқсың. Сонда да бір сол сәт. Енді бұл мен әлде өміріңді алдын ала сездің ба, солай болатын, көрдің ба? Құдай аузыма салған шығар деп. Бірақ енді қалай айтсам екен, негізі білген жоқпын. Ойладым, жұртқа ұнауы мүмкін деген ниетпен солай көрейін сөйтіп жазып деп. Сөйтіп жазып беріп жүрдім, бірден ұнады Айдосқа. Содан бір көп ұзамай әнді алып келді, тыңдадым. Енді ол кезде ешқандай артық ой жоқ, ешқандай. Кейін тыңдап отырсам, қандай тәжірибе басынан өткен, жаңағыдай көпті көрген адам айтып отырған сөздер сияқты деп ойлап қоямын. Біз олай болса әнді тыңдайық. Бүгін Қазақ радиосының толқынынан алғашқы рет міне бүгін ұсынамыз. Есімде деп аталады. Ән өлеңі Ринат Елубаевтікі, Айдос Мақұлбековтің орындауында. Бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар.
есілде айлы түн кешінде қоштасқан едім өзіңмен жаным жүрсем де алыста алдым сен есімде есімдесің есімде мәңгі есімде сол күндерді қайтып мен қайтарам бәрі де кешеді жаным көктем келді құстар келіп айтарым самалды жел еседі жаным зымырап жылдар айлар өтеді сен жүрсің қайда жаным бүгінде болашақ жарқын арман көп еді қалмаған екен қазір бір гүлде толқыған есілде айлы түн кешінде қоштасқан едім өзіңмен жаным жүрсем де алыста алдым сен есімде есімдесің есімде мәңгі есімде есімдесің есімде мәңгі есімде сен жайлы ойлар өртеді аңсаймын іздеп көшеден шай ішіп кетсең қайтеді мен ұсынған кеседен шай ішіп кетсең қайтеді мен ұсынған кеседен Қазақ радиосының әуе толқынында. Қазақ радиосының әуе толқынында түскі шай көңілашар бағдарламасы, микрофон алдында Ғали Есқұлова. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн дейміз. Бүгінгі түскі шайда қонақта Гиннестің рекордтар кітабына енген рекордсмен халықаралық байқаулардың лауреаты дара суретші Ренат Елубаев. Ренатқа сауалдарыңыз болса, байланыс телефонымыз 75-72-75, WhatsApp нөміріміз 87-755-33-55. Ренат, картиналарың аукциондарда сатылды ма? Ең қымбатқа сатылған картина? Негізі сатылды, я биыл да Ақтау ма, Атырау ма, сол жақта сатылды да. Бірақ мен бағасын білмеймін қаншаға сатылғанын. Сосын алдында да бір 2016 ма, 17 ма сол жылдары менің картинам сатылды. Әрине, естуім бойынша бір балалардың емделуіне жұмсалды деп. Сондықтан арзанға кеткен жоқ деп ойлаймын мен әзірге картиналарды қатты сату деген сондай мақсатым жоқ. Иә, сол неге сатпайсың? Көбінесе енді қазір табыстың көзіне айналдырды ғой. Мен енді коммерциялық жолмен жүрген жоқпын ғой. Мен ақша деп ақша құнығып ақшаның артынан еріп кетсем, мен онда миллионер болып кетер едім. Иә, олай да болар еді. Және де мен онда мен коммерциялық бағытқа кетер едім. Болашақта көрерміз, оның бәрі Алланың қолында. Білмеймін, бірақ та қазір әзірге мен тек қана мынау өзімнің шығармашылығымды дамытып, және де сонымен қоса енді көріп отырсыздар, ұлттық өзімнің бір бояуымды көрсетіп қалайын деп, сондай сол жолда жүрмін енді.
болашақта көрерміз сату жағынан коммерцияға. Енді қазір тағы бір тарихи суреттер салып жатырсың, иә? Иә, әрине қазір анау Тұмархан шайын. Иә, салып жатырмын. Енді бұл жерде Томирис кино шықты ғой. Иә. Сол кезде мынау шетелдің жұрттары, Иран ба солар Томирис қазақ болмаған деп сөйтіп сөйлеген естідім. Кезінде бір әңгіме болды. Мен сондай адаммын, маған намысшыл. Иә, жылма Намысыңа тиді ме? мынау не деп оттап тұр деп енді айтайын, жаман сөз емес қой. Сол ұнамай қалды маған. Сосын әдейі қазақтың түрі, қазақтың келіншегінің түрі, мен солай жаңағыдай кирдің, олар үшін кир андай маших, жаңағы пайғамбар екен да. Бірақ біз үшін, иә, олар табынатын сондай бір ерекше бір кир, сондай керемет адам болған деп есептейді олар. Бірақ біз үшін ол жай ғана бір бейшара сияқты қылып солай басын қазақтың қызы ұстап тұрған сондай бейнеде салып жатырмын. Енді үлкен жұмыс жазып жатырмын да, үлкен жұмыс ол ешқашанда жаңағыдай тасада қалып бір жерде шаң басып қалмайды. Үлкен жұмыс енді ол әрине қазір мүмкіндік болса сондай бір көпшілік жүретін жерлерге сондайларға қою керек картиналарымды. Көрсін деген сияқты басқа ұлттар келіп Томирис кирдің басын ұстап тұрған. Сондай кішкене мен провокацион өзіме сондай. Сенің енді табысқа жетудегі ең басты қасиетің де осы шығар. Енді иә, мен табыс дегенде ақша табыс емес менде. Жетістік. Рухани табыс. Иә. Рухани табыс деп айтуға болады. Енді ақшаны қатты білмеймін. Әзірге ойлап та жүрген жоқпын, бірақ ой, бұны қалай ойламайсың деген сияқты сондай сөздер де болады. Енді Алла береді деймін ғой. Алла жаңағыдай бір өзін адам өлшеп қойған уақыты бар ғой, сол уақытқа дейін Алла асырап келеді адамды. Қалай болса да әйтеуір Алланың қолдауымен келе жатыр. Мысалы қазақта мындай әзіл бар ғой, Алла берем десе форточкадан бере салады деп. Сол сияқты, иә, солай болып жүрміз ғой енді. Жақсы, тыңдаушы хабарласып күтіп тұр екен, қабылдайық. Амансыз ба? Сәлеметсіздер. Амансыз ба? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз оған. Жарыңдарыңыз құтты болсын. Рахмет, өзіңізді де құттықтаймыз. Қонақтың да сіздің де. Рахмет көп. Мына балама сұрақ қойайын деп едім. Жақсы. Тыңдап отырмыз. Мынау Ринат балам ескінің 10 адамның қатарында кіріпті. Бүкіл қазақтың атын шығарып. Иә. Соған қуаныштымын. Бұл баланы жобалап отырмын мен. 50 бай, Пилбай деген жігіт бар еді Қайындыда. Аққалықский совхозында тұрады қазір. Күләш деген мамасы бар. Мен соның баласыма деп ойлап тұрмын. Иә ма? Сенің әке Қилбай менен жас кезінде менімен дос болған. Амангелді ауданында бірге жүргенбіз, әкем күйші. Иә, жақсы күйді. Сол кезде 60-70 күй білетін тұғы әкен. Көп білет. Тек қана сұлықпенен. Сұлықпен. Оны оқымаған, ноты білмейді. Ноты білмейді. Табиғи дарын ғой. Айналайын, сен мен балама беп септелесің. Мен саған өте қуаныштымын. Түбі Қилбай екеуміздің портретін санаттым. Жақсы аға. Әкем айтасыз ғой. Аға, сауалыңыз бар ма еді? Ринатқа тілегіңізді, балаңызға тілек айтайын деп шықтым. Сауалыңыз бар ма еді? Бақытты болсын, ғұмырлы болсын, әлде де атақ даңқты болсын, бай болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Мен Астана қаласынан, Нұрсұлтан қаласынан, кешіріңіздер, кәрі адам ғой, қатысып кете береді. Осында тұрам мен, Айт Мұхаммед деген, атым Айт Мұхаммед, фамилиям Сейдахмет. Сен айналайын хабарласып, үйге келіп тұр. Жақсы аға, біліп аламыз. Әкемнен сұрайым ғой. Жақсы, рахмет аға сізге де, жаңа жылыңызбен. Ринат, бізге бөлінген уақыт деген зымырап өтіп шықты, 1 сағат деген міні көз ілеспейтін шапшаңдықпен. Сондықтан бүгін осы 2019-ның соңғы күні, ертең жаңа жылға қадам басқалы отырмыз. Жаңа күн уақытыңды бөліп келіп, тыңдаушылардың біздің көкейіміздегі жүрген сауалдарға қара шаңырақты сыйлап келіп жауап беріп жатырсың, үлкен алғысымызды білдіреміз. Келе жатқан жаңа жыл сен үшін табысты жыл болсын, берекелі жыл болсын, барлық арман тілектерің орындалсын. Әмин, рахмет. Сіздерге де барлық жақсылықты тілеймін.
жаңа жыл жаңа бақыт табыс алып келсін, шығармашылық жетістіктер тілеймін. Сіздердің осындай шақырып тұрыңыздар мені. Келесі жылы бірнеше рет шақырсаңыздар да келе беруге дайынмын. Өте осындай керемет шаңырақ, қара шаңырақ қой қазақ. Енді қазақ радиосы. Бір ғасыр тарихы бар. Иә, тарихы өте жоғары. Көп рахмет сіздерге. Сізге, сіздердің ұжымдарыңызға шын жүректен алғысымды айтамын. Рахмет сіздерге. Және қара шаңырақтың атынан өзіңе арнайы міне сыйлығымыз бар. Ой, рахмет. Қара шаңырақтан құр шықпа деген. Қазақ радиосының күрішкелері ма? Үйге барып суреттеріңді салған кезде Қазақ радиосын еске алып отырып, кофе ішіп отырам. Шай ішіп, кофе ішіп, міне жай барақат. Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Гиннестің рекордтар кітабына енген рекордсмен, халықаралық байқаулардың лауреаты, дара суретші деп айтсақ әбден болады. Артық айтпағанымыз Ринат Елубаев. Сұхбатты жүргізген мен Ғалия Есқұлова. Өздеріңізбен қоштасамыз. Қашанда еңсеміз биік, ісіміз оң болсын ағайын. Жаңа жыл келе жатқан әр шаңыраққа құтты берекелі жыл болсын. Амандықпен кездескенше. Дархан едік, кең едік, жаратқанға тәуба деп, бір алла жар деп еді. Сайыстарда ерлеген, жауына есеп бермеген, елегізіп айғайға, есе түсер желменен, есе түсер желменен. Азуын айға білеген, абаған көк жал көреді. Ой, туған елім. Қасқайып қарлы дауылға, қарсы жүзген ағынға, көк бөрінің тегедік тектілігі қанында.